Әріптестер, тиімді әдістердің қатарына жататын бір қадам алға әдісі сабақтың басында және аяғында қолдануға болатын, және де сергіту сәтіне арналған балық, аң, құс, одан кейін жұптық жұмыста қолдануға өте тиімді веер әдісімен таныстырғым келеді. Бірінші әдіс бір қадам алға деп аталады. Бұл әдісті сабақ басталған кезде мұғалім есіктен кіріп, өткен тақырыпқа байланысты сұрақтар қоя бастайды. Сұрақ қойылған кезде оқушылар дұрыс жауап берген болса, бір қадам алдыға жүреді. Егер де қателесетін болса, онда бір қадам артқа жүреді. Сөйтіп, өткен тақырыпқа байланысты сұрақтарды қойып, оқушылар жауап бергеніне байланысты мұғалім өзінің столына жетеді. Сол жеткеннен кейін ары қарай жаңа тақырыпты бастап, сабағын ары қарай жалғастырады. Екінші әдіс бізде сергіту сәтіне арналған балық, құс, аң әдісі. Бұл әдіс жүргізуші айналып жүреді. Сол кезде балық, құс, аң деп айтып жүреді де, бір оқушының жанына келіп, қаттырақ балық деп айтқан кезде оқушы қандай балықтың атын біледі, соны айту керек. Егер де айта алмай қалған жағдайда, ол оқушы ойыннан шығады. Сөйтіп, бір оқушы қалғанға дейін ойын жалғасады, жеңімпаз анықталады. Бұл ойынды тек қана осылай емес, басқаша да өткізуге болады, өзіміздің сабағымызға байланысты. Мысалы, тарих сабағында хан, би, батыр деп айтып, сол бойынша хан деген кезде қандай ханды біледі, соның атын атау керек. Сөйтіп, сергіту сәтінде бір жағынан білімдерін тексеріп, екінші жағынан балаларды кішкене қызықтыруға болады. Келесі әдіс бізде жұптық жұмыста қолдануға тиімді әдістердің бірі веер әдісі деп аталады. Яғни оқушылар бұл жерде жазбаша тапсырма орындайды. Яғни бірінші қағазды алып веер қылдырып бүктеп аламыз. Одан кейін бірінші оқушы бір бөлігіне сұрақтарын жазады. Екінші оқушы сол сұрақтарға байланысты өзінің жауабын жазады. Сөйтіп оқушылар тапсырманы жұптық жұмыста орындайды. Яғни екі оқушы да өздерінің білетіні бойынша жазып шығады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, колокольчикті басып қойыңыздар. Алдағы уақытта тағы да түрлі әдіс тәсілдерді салып сіздермен бөлісетін боламыз.